Ассалаумағалейкум YouTube көрермендері. Бізде бүгін лақтың мүйізін қалай күйдіреміз термокаутермен. Мына көрген болсаңыздар, осылай күйдірілген. Ең алғашқы бізге қажеті мынандай газовый баллончик, поилка, яғни қыздыру үшін. Екіншісі чем спрей. Күйдірілген мүйіздің орнына себеміз. Бұл әрі обезболивающий, әрі шыбын-шіркей жақындатпайды. Термокаутерді мен осылай қолмен ручной өзім жасап алғанмын. Бұның размері 15-тік. Бұны негізі тұрақты сол 20-алық қылсаңыздар да болады. Мынау енді постоянно пайдаланғанға осындай лақтарға өте ыңғайлы. Мына осылар қажет болады сіздерге. Қазір қалай күйдіретінін көрсетемін. Бұл термокаутерді айта кететін болсам, бұның электрический да болады, өзі заводской. Ол электрическийлары кәдімгі тоқпен өзі тұрақты қызып тұрады, ол суымайды. Қанша лақтықын күйдіріп алсаңыз да өте қолайлы келеді. Бірақ олардың бағасы енді 20 000-ның үстінде болғандықтан ол барлығына бірдей қолжетімді емес. Сол себепті мынау өте қолдан істеп алғандарыңыз өздеріңізге де өте қолайлы болады. Газовый баллончик бір 500 теңге тұрады, ары кетсе. Осылайынан қойып, бұлайынан қыздырып аламыз. Осы қызып тұрған нені жаңағы лақтың мүйіздің орнына қоясыздар дағына 2 рет айналдырып, бетіндегі клапанды алып тастайсыздар. Міндетті түрде ол алынуы тиіс. Ол егер алынбай қалса, ертеңгі күні лақтың мүйізі қайта орнынан шығатын болады. Лаж болса тезірек, мүмкіндігінше тезірек қимылдауға тырысыңыздар. Мына лақтың мүйізін күйдірер алдын бұлай қыламыз. Бұлар кеше 26-сына туылған лақтар. Мынандай қылып бірінші мүйіздің шыққан жерлерін бірінші қайшымен или басқа да немен жүндерін қырқып аламыз. Мына қазір мүйіздердің орындары шықпаған. Жаңа туған лақтарда бұл мүйіздің орындарын мүйізі бар немесе тоқал екенін білу үшін теріні қозғалтсаңыз, егер тері қозғалмай тұрса, значит одан мүйіз шығады деген сөз. Ал егер тері осы жердегі оңай барып келіп тұратын болса, онда ол тума тоқал деген сөз. Енді мыналарды мен қазір алдын ала дайындап қойғам, қайшымен айналасын төңірегін қырқып. Енді бұл қалай күйдіреміз? Жаңа өздеріңізге де көрсеткенде ручной термокаутер. Осыны мына мүйіздің орнына осы жерге қоямыз туралап. Сөйтіп, бұлайынан наны қойып тұрып, туралап қойып тұрып, жаңде қыздырып алғаннан кейін жақсылап айналдырамыз. Мына бұлай, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 деп 3 рет айналдырасыздар дағына. Мына жерде өзі қалпақ болады орында. Сол қалпақты ажыратып алып тастайсыздар. Сол алып тастап орнына тағдана қызып тұрған термокаутерді басасыздар. Одан кейін артынан чем спрейді орнына сеуіп қойсаңыздар, өте тамаша болып шыға келеді. Бұл термокаутерді міндетті түрде фаеникпен қыздырып алуды ұмытпаңыздар. Жақсылап қызса неғұрлым, сонда лақтың мүйізі орны қанамайды.